Жаным екеуміз тек қана ақша санағалы кетіп барамыз. Ақша санап, ақша алуға кетіп барамыз. Бізде бүгін тіркелетін қыздар өте көп. 5 миллиондықтар. Өңкөй миллионерлар. Миллион теңгең. Маған көйлек алып бересің ғой? Әрине көйлек алып берем жаным. Біз қазір ақшаларды санаймыз, тіркелетін қыздарды тіркейміз. Бүгінгі күнімізді студияда аяқтайтын боламыз. Өткендегі сіздерге құлақ қағыс еткен әнімізді бүгін тәмамдайтын боламыз, дауыс басып. Сосын әрбір ауданнан ақшасы бар қыздар 5 миллионмен тіркеліп бас орынды алып алсаңдаршы. Ұтасыңдар ғой. Не қарап отырсыңдар, ақша табыңдар. Шымкентті алып алу керек, тездетіп Шымкенттен хабарласып жатқандар бар. Шымкент, Тараз, Қызылорда, Түркістан жақтар бар ғой. Егер сіздер тіркеліп үлгерсеңіздер, ұтасыздар. Ұтасыздар бар ғой. Енді біз бүгіннен бастап ренжіме мен сөзіңді бөліп алдым. Ана бүгіннен бастап босадық қой, біз бүгіннен бастап жұмысқа шықтық. Жұмыс жасау керек 5 миллионмен тіркеліп тез. Товардың түрі өте көп. Тіркелдік. Видео түсіріп бер дегенде бәле бір жақсылық сұрақ қалып едім деймін. Мына жерден мен айтып өтейінші, просто Instagram желісін өзім жазған болатын, мен туралы не қандай пікір жазады екен деп ше. Бір жақсы ниет күткен болатын, бір өзім туралы бір жақсы нәрсе естейінші деп жазған несі. Бірақ енді осы уақытқа дейін ешқандай жақсы. постоянно халықта байқайды, бізде байқаймыз, екеуің бір сөзге келіп қаласыңдар ол жақсы екен сен. Арамызда келіспеушіліктер болып қалады, кейде пікіріміз бір-бірімізге де айтқан. Нені бөлісе алмайсыңдар? Ешқандай бөлісетін ешқандай дүнием жоқ ондай, просто мен пікірімді дұрыс қабылдамайды, оның пікірін дұрыс қабылдамайды. Бір ортақ бір шешімге келе алмайды. бір-бірін жақтырмайсыңдар ма? Мүмкін, білмеймін. Кеше сторис мен де көрдім, как будто бір сарказммен айтылған сияқты. Прикол ретінде айтылды ма білмеймін енді. Шын ниетімен айтылды ма? Оны сен көңіліңе алып қалдың. Мен өзім туралы бір жақсы нәрсе естемін деп ойлағам, негізінде ше, ондай нәрсе күтпедім. Қандай жақсы? Видеоны жақсы түсіріп береді ондай деген емес, сияқты ма? просто осы уақытқа дейін енді қанша 4 ай болды ма, қанша болды? Осы уақытқа дейін жасаған осындай екен, оказывается, осындай екен деген. Кәдімгі вообще жақсы қасиеттерін көрмедің ба Нұрсұлтан осы уақытқа дейін? Жоқ, байқамадым. Байқатпады ма? Жылатқаннан, былай адамға ауыр сөйлегеннен бастап, өтірік сөйлегеннен басқа, тиіскеннен басқа нәрсесін көрмедім. Суретте видеода түсіріп берген жоқ. Олай сен любой адам түсіре ғой. Мысалы үшін былай айтып жүрсің, мына исламға да айтсам, Умекенге де айтсам түсіріп жібереді негізі. Фото видеоға түсіріп, мен саған жақсылық жасадым деп айтуға. Осы уақытқа енді бірден бір сөзге келіп қалатын қатысушылардың бірі өздерің ғой. Нені бір-бірін жақтырмайсыңдар ма? Сондай шығар. Әлде мінездерің ұнамай ма бір-біріңнің? Ұрыс қаламыз біз көбінесе, иә. Әлде бір-бірін жақсы көремін. Ай, Құдай сақтасын. Әлде ол баланың сезімі бар екен ол жол қысқа деген. Кім біледі қыздар. Жоқ, бұл жерде ешқайсымен неме тағылыма келмейді. Исламда? Өнөш қалып көріндер ма? Өнөш қалып. Кім ше? Мен туралы 3 факт депші, өз-өзіңе жақсылық сұрап сатшы. Сол стористі көргенде жаман күлдім ше, өтті маған ше. Жаңа өзі айтты ғой, қансырап жатсам сендер мені тағы өлтіретін шығарсыңдар. Мен айтайын деген ба? Танкімен басып өтемін деп. Нұрсұлтанға жақсылық жасап жарсайсың деп. Жоқ, аңқау анау шынымен де, білмейміз. Білмеймін ананы бар ғой, жүрегім ауырып кетеді иногда, бірақ адам деген қалай сұрайды деймін да. Менен сұраса мен тем более күніге ұрсып жүрген қыздан сұраған деймін. Сол логично. Мекодан сұрасын, менен сұрасын, Боташыдан сұрасын. Менің өзімше ұрсып жауап беремін да оған ше. Жаным, ой аңқау.